18-ші есеп. Координаталық кесіндіде белгіленген кесіндінің ұзындығы 15,65 бірлік. Егер кесіндінің бастапқы нүктесі А минус 7,34 болса, сонда Б нүктесінің координатасын табыңыз. Біз бұл нүктелерді сызып алайық. Міне координаталық кесінді. Мұнда бізде А нүктесі бар. Минус 7,34 А нүктесі және Б нүктесі бар. Біз бұл Б нүктесінің координатасы қандай екенін білмейміз. Бірақ осы А, Б-ның ұзындығы ол 15,65. Ал біз кесіндінің ұзындығын қалай анықтауды білеміз. Біз кесіндінің ұшынан соңына азайтамыз, яғни Б-дан А-ны азайтсақ, ол 15,65-ті беру керек. Біз Б-ның координаты қандай екенін білмейміз. Ал А-ның координаты минус 7,34. Тең 15,65-ке. Б минус пен минус бізге плюсты береді. 7,34 тең 15,65. Енді Б-ның координатын табу үшін біз 15,65-тен азайтамыз 7,34-ті. Сонда Б тең 8,31-ге. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.